Ассалаумағалейкум қадірменді достар, сіздермен бірге қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Бүгін бір қысқаша видео жүктеуді жөн көріп отырмын. Себебі арнама жаңа көрермендердің лебі келіп жатыр екен. Баршаларыңыздың тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді барлығын оқып жатырмын. Көп рахмет айтқым келеді. Баршаларыңызға алғысым шексіз. Және де сол комментарийлерде қойылып жатқан сұрақтар, ұсыныстарға байланысты кішігірім маңызды дегендеріне тоқтала кеткім келіп отыр. Бір-екі үшеуіне жауап бере кетейін, бірақ кейін болашақта сұрақ жауап ретінде арнайы бір видеоны арнайтын болам, Құдай қаласа. Бүгін бізде жұма, сондықтан қазір мешітке бара жатырмын жұма намазға. Сол осы аралықтарда бір кішігірім сіздерге жауап бере кетейін. Арнамның концепциясын сіздерге айта кетейін. Ол танымдық, ақпараттық. Америка құрама штаттарына келгісі келетіндерге пайдалы, сондай танымдық мағлұматтармен бөлісетін болам. Мысалға, біреулер бұл жаққа көшіп келгісі келеді, немесе оқуға, жұмысқа, сондай сияқты мәселелер бойынша ақпараттандыратын болам. Блог жүргізіп бастауымдағы себеп, яғни маған түрткі болған нәрсе, осы елге келмес бұрын баратын қаламыз жайлы, штат жайлы ақпарат жинай бастаған кезде барлық мәліметтердің орыс тілінде болуы. Жалпы қазақ тілінде мәлімет аз ғой. Қазақша сөйлесең мәмбетсің дейді, орысша сөйлесең шала қазақсың дейді деген сияқты. Қазақ тілін өзіміз қолданысқа енгізіп дамып қалсақ, ары қарай жағдайы тіптен нашарлай беретін сияқты. Бұған дейін байқасаңыздар, YouTube арнамдағы видеолардың арасынан сәл төменге қарай түссеңіздер, блог жүргізбес бұрын мен поэзия оқумен айналысқам. Яғни ол тікелей менің жұмысыма байланысты тұғын. Телевидениеда жұмыс істедім соңғы 5 жыл. Соңғы кездері дикторлық қызметтер атқардым. Поэзия оқуды да жалғастыра беретін болам, Құдай қаласа. YouTube'дан оған бөлек бір плейлист ашып қоям. Сол жерде поэзияға қатысты барлық видеолар сол жерде болатын болады. Енді қысқаша өзіме тоқтала кетейін. Соңғы 5 жыл телевидение саласында жұмыс істедім. Одан кейін осы ақш құрама штаттарына келуге шешім қабылдап, отбасымызбен осында жас кезімізде ел көрейік, жер көрейік, өзімізді жетілдірейік, оқиық, жұмыс істейік деп осында бір мақсат қойып осында келдік. Құдай қаласа бір 2-3 жылдың көлемінде қайтадан елге қайтатын боламыз. Сіздерге маңызды деген сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Енді бұл қысқа бір видео, кейін болашақта арнайы бір видео арнайтын болам, сұрақ жауап ретінде. Қазір мешітке қарай келіп қалдым, ары қарай жалғастыратын боламыз. Мен өзім даунтаунда тұрамын. Бірақ мешітке Калвер Сити деген жер бар. Осы жердің мешіті. Алғашқы келгеннен бастап осы мешітке келем. Алғашқы келген кезде бір мешіт, жұмаға мешіт іздеп жүрген кезде бір мешітке тап болғам. Шииттердің мешітіне кіріп кеткен ғой. Сонда бұл жақта Google Maps қатты дамығанда барлық не керек, жаныңа не керек, соның бәрін табуға болады. Мешітті де сол жерге жазғам. Бір талай мешіттерді көрсетті, соның жақын тұрған мешітіне барғам. Ирандықтар, Саудиядан солармен сұхбат құрып, сөйлесіп, қай жақтан боласың, Қазақстаннан болам десем, танып, Қазақстанды білеміз ғой деп сондай әңгімелерін айтып, жай бір рахат тұрғам. Сөйтіп намазға шақырып кіреміз, бәріміз мешітке кіріп отырмыз. Қатты үлкен де мешіт емес негізі. Сөйтіп кіріп отырып, сүннет намазымызды оқып, енді жамағатқа тұрып жатсақ, хутба оқиды ғой, уағыз. Ла иляха иллаллах, Мұхаммед Расулуллах деп айтады ғой негізі. Соның орнына Али деген сөздерді байқап қалдым да. Мұхаммедтің орнына олар шииттер. Олардың өздері де бөлінеді, солардың ішіндегі осындайлар да бар да. Әлиді жарылқайды да.
Мұхаммед пайғамбарымыз емес. Сөйтіп не керек, содан біртүрлі болып жайлап, мен амал жоқ, жамағаттың ортасында отыр, сосын намазымды оқыдым да кеттім. Одан кейін барған жоқпын мешітке. Кейін барып осы мына мешітті таптым. Үлкен мешіт, әжептәуір. Бұл жерге біраз болды келіп жүргеніме. Қазір сіздерге көрсетемін. Бұл кішігірім бір видео болсын. Сіздермен кейін дағы да бір байланысқа шығатын болам. Бұл мешіт жайлы бір арнайы бір видео блог жасасам деймін. Жұмада, Құдай қаласа, алда оның үстіне ораза келе жатыр, Рамазан айы. Сондықтан да арнамнан алыстамаңыздар, күтіңіздер видеоларды, лайктарыңызды, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар. Something that was very difficult for him. But what was most difficult for him was that the Prophet ﷺ and his own self will not say wa alaykum as-salam to him. So that was very difficult. He would say Assalamu alayka ya Rasulullah, and the Prophet ﷺ would not reply his salam. And then Ka'b said he would start praying